Сәлеметсіздер ме? Түркістан облысы Шардара ауданының қонақтары. Бүгінгі күннің басты жаңалығы педагогикалық инновацияларды енгізудегі тәуелдіктер тақырыбындағы диалогтық алаңның басты сұрағы альфа ұрпақ деген кімдер? Неге олар сізге ұқсамайды? Осы жайында әңгіме өрбімек. Альфа ұрпақ деп 2010 жылдан бері қарай дүниеге келген балаларды айтады. Неге дәл осы уақытта ұрпақ ауысты десеңіз, бұл уақыт қазіргі балалардың ғаламдық цифрлануына әсер ететін iPad пен Instagramның пайда болған уақыты. Альфа ұрпақ әлі зерттелмей жатқан ұрпақ. Сондықтан педагогтарда балаларды немен қызықтыруға болады, назарын қалай аударуға болады деген сансыз сұрақ пайда болды. Ескі әдіс-тәсілдер бұл балаларға әсер етпейді. Сонымен альфа балаларды қалай түсінуге болады? Альфа ұрпақ алдыңғы ұрпақтан несімен ерекше? Болашақты жаратушы, адамзатты құтқарушы ұлы ақыл ойдың иесі, дипломат зерттеушілер қазіргі заман балаларын осылай сипаттайды. Альфа ұрпақ гаджет пен интернетсіз өмірді елестете алмайды. Олар үшін уақыт пен кеңістікке шекара жоқ. Туған еліне ғана байланып қалмайды, барлық нәрселерді тең қабылдайды. Оларға туғаннан бастап жасампаздық рухы тән. Альфалар экологиялық дағдарыс пен жаһандық климаттың өзгеруі дәуірінде дүниеге келген. Олар өздерінің миссиясын біледі. Альфалар өздерінің бұл әлемге не үшін келгенін және не қалайтындығын жақсы біледі. Зорлық, зомбылық пен қысымға төзе алмайды. Олар үшін таңдау еркіндігі және өз пікірін құрметтеу өте маңызды. Сондықтан оларға қысым көрсету, мәжбүрлеу арқылы ештеңеге қол жеткізе алмайсыз. Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, альфалардың негізгі ерекшеліктерін атап өтейік. Жарқын, шығармашылыққа бейім, шешім қабылдай алатын қалыптасқан тұлға. Оларды сыни ойлау қабілеті жақсы дамыған. Олар білім алғанды жақсы көреді, бірақ соған қызығу керек. Табанды, мақсаты айқын, еркіндікті сүйгіш. Ойларын ашық айтады. Балалар сізден несімен ерекше екендігін түсінген шығарсыз. Енді мұндай бірегей балаларды потенциалын бұзбай қалай тәрбиелеу керектігін айтайық. Альфа ұрпағының балаларын қалай тәрбиелейміз? Сіз бұған дейін де балаларды ұруға болмайтынын бірнеше рет естіген шығарсыз. Бірақ арасында оқтау жүріп өскен сіздің замандастарыңыз үшін бұл нәрсе ақылға сыймайтындай көрінетіні анық. Бірақ сіздің балаңыз басқа заманның баласы. Оны ата-анаңыз сізді тәрбиелегендей тәрбиелей алмайсыз. Альфа баланы тәрбиелеу кезінде ұстануға тиіс 3 принцип. Бірінші принцип ынтымақтастық және теңдік. Күнделікті кез келген жағдайда алыңыз. Мәселен, сіз балаңызға қолыңды жу деп айтасыз. Бала орнынан қозғалмайды. Сіз бірнеше рет қолын жуын талап етесіз, тіпті дауыста көтересіз. Бала неге тыңдамайды? Өйткені сіз не үшін қолын жуу керектігін түсіндірмейсіз. Даладан келгенде қолды жуу керек. Өйткені қолыңа түрлі микробтар жұғып қалады. Одан ауырып қалуың мүмкін. Екінші принцип адалдық, шынайылық. Екінші принципті ұстану соншалықты қиын емес. Жай ғана шынайы болыңыз. Альфа баланы алдап сулаймын деген ойдан аулақ болың. Үшінші принцип көп әңгімелесу. Баламен тең дәрежеде сөйлесіңіз. Олардың ойын, шығарған әңгімесін, сөзшеңдігін қабылдай біліңіз. Альфа балалармен үнемі сөйлескенде олар әлемді және өздерін жақсы тани бастайды. Сізден өскенде кім боласың деп сұрамаңыз. Зерттеушілердің болжамынша 10 жылдан кейін қазіргі заманауи мамандықтардың 70% жоғалады. Олардың орнына жаңа мамандықтар пайда болады. Бірақ дәл қандай мамандықтар екені әлі белгісіз. Альфа балалардың болашағында жоғарғы білім дипломы да өз құндылығын жоюы мүмкін. Сондықтан балаңызға сен кім болғың келсе де, мен сені қолдаймын. Және бұл сенің қолыңнан келеді. Сені дәл осы қалпыңда жақсы көремін. Және болашақта қандай адам болып қалыптассаң да жақсы көретін боламын деген жылы сөздеріңізді жиі айтыңыздар.